Алматы облысының активі елбасы жолдауында айтылған міндеттерді талқылады. Аймақ басшысы Амандық Баталов аудан әкімдері мен басқарма басшыларына алдағы мақсаттарды түсіндіріп, атқарылатын жұмыстардың қандай бағытта жүзеге асу керектігін айтты. Биыл жетісу жерінде Алматы, Өскемен, Шарал, Достық тасжолын жөндеу жұмыстары жалғасады. Алматы облысы ең алдымен аграрлы аймақ. Қазір жетісу жерінде бұрынғы қант зауыттары қайта қалпына келтіріліп жатыр. Мемлекет басшысы аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналу керек деді. Ол үшін жерді пайдалану тиімділігін еселеп арттыруға тиіспіз. Алдымыздағы 5 жылда суармалы егіс алқаптарын 40%-ға кеңейтіп, 2 миллион гектарға жеткізу міндеті тұр. Біздің жеріміз экологиялық тұрғыдан таза тағамдарды өндіруге өте қолайлы. Халықаралық нарықта бәсекеге қабілетті болу үшін шикізаттан дайын өнім шығаруға көшуіміз қажет. Мақсатсыз жұмсалған үкімет қаржысы үшін аудан әкімдері жауап беретін болады, деді Амандық Баталов. Орта, кіші бизнестер отырмай еңбек етсіп, сауданы жаңғыртса, көбейтсе, әрине біздің экономикамыз жақсарады, соған қосқан үлес болады деп сенеміз. Және біздің мына бюджетімізге көптеген қомдық ақша түседі. Жақында ғана елбасы өкілеттілікті қайта бөлу жөнінде шешім қабылдап, конституциялық реформалар бағдарламасын ұсынды. Елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік, Қазақстан халқына арнаған жолдауы сол жұмыстардың нақты жалғасы. Биылғы жолдау аясында елбасы 5 басымдылықты көрсетіп, нақты міндеттер қойды.